Ондай ойлар келе ме сіздерге? Мынандай қызық сұрақ сұрайын. Сіз қанша жыл оқыдыңыз мектепте? 11, иә? 11 жылда қанша көп нәрсе үйрендіңіздер. Енді сіз сол 11 жыл бойы оқыған заттарыңызды қаншалықты қазір өзіңіз өміріңізде қолданып жүрсіз? Бір пайыз ретінде айтсаңыз болады. Мысалы 50%, 20%, 80%, 50% десе, тағы да кім қанша? 20-30, иә? Презентация қосыла ма? Сонымен қызығырақ болады да? Айдын деген презентация. Мен мысалы, мен ойымша 5-10% максимум деп ойлаймын. Өйткені қанша уақытымды мен әртүрлі реакциялар, есеп шығарып, синус, косинус, котангенс, тангенс деген әлі есімде ше. Қиын формулалармен есеп шығаратынбыз. Әртүрлі қиын деректерді жаттайтынбыз, иә? Сонша жыл, сонша адам, сонша ақпарат. Бірақ сосын ойлаймын ше, мен қазір ешкім ренжімесін, бірақ өз ойым ғой, тәжірибем. Мен қазір көбінесе қосу, алу, көбейту, азайту деген соны қолданамын. Неге магазинге барған кезде, қазір ол да қатты керек емес, өздері санап береді. Сосын жаңағы өзім биологиядан олимпиадаға орын алу үшін дайындалған заттарым есімде қалды, соны қолданамын биология мұғалімдерімен жұмыс істеу үшін. Басқа заттарды көбінесе күнделікті өмірде көріп жатқан жоқпын да. Енді менде сонда сұрақ. Бұл тек мен өзім өміріммен бөлісіп жатырмын, әркімнің өзінің тәжірибесі бар, келіспеуіміз мүмкін, ол нормально. Біз қанша жыл бойы балаларға үйретіп жатырмыз ғой, 11 жыл бойы, иә? Қаншалықты олар сіздің беріп жатқан қазір күнделікті сабақтарыңызды сабақтан шыққаннан кейін өмірде қолданады. Соны ойланып көрейік. Мен ментора болып істеп жүріп, ең бірінші сұрайтын сұрақтарым қазіргі уақытта, Құдай қаласа 5 жыл, Құдай қаласа осы 5 мектеппен 1 жыл бойы жұмыс істейміз ғой. Және жазып қойсаңыздар болады. Осы сабақ барысында сіз бұл тақырыпты балалар өмірінде қалай қолданады, қалай оларға сабақтан шыққан кезде пайдасы тиеді деген сұрақ сұраймын мен. Ұстаздар қиналады. Кейбір кезде жауап бере алмайды. Кейбір кезде сіздің балаларыңызда мынандай сұрақ болды ма? Апай, ағай, бұл тақырып бізге не үшін керек? Не үшін түсіндіріп жатсыз деген. Кімде болды? Қолыңызды көтеріңіздерші. Жақсы, сіздер не деп жауап бердіңіздер? Мысалы, апай, сіз сондай кезде не деп жауап бердіңіз? Отырып айта беріңіз, отырып. Мен математика пәніндемін. Жалпы оқушыларға айтарым, есеп шығару арқылы біз ойымыздың дамытуын жақсартамыз. Ертең мысалға сіздер болашақта тек қана бір зат сатып алғанда ғана математика керек емес, сонымен қатар кез келген нәрсе қазір сатып алудан тұрады. Сол кезде депозит, процент арқылы күнделікті біреуге алдап қалмайсыздар, өз өмірлеріңізді ақылмен шешесіздер деп жауап бердім. Әрбір тақырыпта сіз осыны айта аласыз ба? Жоқ, иә? Айтуға болады ма негізі? Негізі болады, мүмкін бізде әлі ондай ақпарат жоқ шығар, бірақ айтуға болады, иә? Қазір сіздерге бір видео дайындап қойдым. И сол видео біздің бүгінгі тақырыпты ашады. Видео сөйлеп жатқан кезде мен араласып сөйлеймін, иә? Кеттік. I had a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me, though, was when I was about 10 years old. And I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. Ағылшын, математикамен қиналмаймын дейді. Партаны қолмен ұра беремін дейді. And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, "Hey, stop tapping." Балалар, мұғалімдер ұрсады. Партаны ұра бермейді дейді. And then eventually when the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. Директорға бар дейді. And he said to me, "When you go back to class,
just try sitting on your hands. Директор So просто I went back to қолыңды class and I felt myself. астына қой, соның үстіне отыр дейді. I did this. I sat on my hands. Бұл көмектескен жоқ. That worked for about 5 seconds. 5 секунд көмектестік. One time I was tapping in class and my teacher, Mr. Jensen, Бір күні мистер Дженсен деген кісі маған he ұрысты. said, Clint, stay after class. Сабақтан кейін қал, сенімен сөйлесемін дейді. So, this is it. I am. Мен біттім деп ойладым. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change. Адамның өміріндегі бір момент бүкіл адамның өмірін өзгертуі мүмкін деп сенемін. That I will never forget. And so I was sitting there with Mr. Jensen and in an empty classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, Clint, come here. I want to talk to you. Сен проблема емессің деп айтты маған ұстаз. Now, I need you to know something. You're not in trouble. But I do have just one Саған бір сұрағым бар дейді. that I have to ask you. And he asked, he said, have you ever thought about playing the drums? Сен барабан ойнауды ойладың ба Mr. дейді. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and he looked at me and he said, hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer. From that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, and played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time, when somebody believed in me, and he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Негізі осындай моменттер көп болады біздің өмірімізде. Біреу партаны ұрып атады, біреу тағы бір нәрсе істеп атады. Біздің мақсатымыз соны көре білу. Осындай бір моментті қолданып қалып, бүкіл жаңағы баланың өмірін өзгертуге болады. Сол кезде ұстаз соған дайын ба? Сол маңызды. Енді презентацияны қоса беріңіз, Айдын деген. Сосын видеода тағы да айтады да, сол кезде ұстазым мен өзіме сенбей жатқан кезде маған өзімнен де көбірек сенді дейді. Сол нәрсе керек шығар бізге. Осындай моменттерді өткізіп алмайық. Күнде қанша балада әртүрлі осындай партаны ұру деген әрекеттерді көреміз. Мәселе олар қандай емес, біз қалай әрекет жасаймыз. Енді бүгін бірінші сұраққа келейік. Қазақстандағы ең үлкен проблема. Қалай ойлайсыздар, Қазақстанда ең үлкен қазір көбінесе жастар арасында қандай проблема бар? 20 жас, 30 жас. Жұмыссыздық, керемет, тағы. Біз нешеде бастадық? Уақытты дұрыс істеу үшін. Примерно 5 минуттай өткен шығар, е? 9:45-те бітіруге тырысамын. Келесі слайдқа отыра беріңіз. Или шығып, былай Кстати. Мен өзім істесем қалады. Айтып түсіндіріп кетіңіз кетер. Айдын деген кіресіз, иә? Сосын былай астыға түсіріп не істей бересіз? Сөйтіп отырмын ғой. Наққа шықса. Шығады ғой. Қайсыдан бастаймын? Ең біріншісіне барасыз. Мен келесі дегеннен кейін мынаны қосасыз. Болды, осы тұра берсін. Осы қоса тұрдым ғой, өзің келесің. Сосын келесіне басқан кезде сразу көш не аударылады ғой, иә?
Мынау суретке қарасаңыздар, Қазақстандағы ең қазір үлкен проблемалар, ажырасу, суицид, зорлау, буллинг деп аталады, мысалы, кредиттің ішіне бату деген сияқты көп проблемалар бар. Келесі слайд. Астыға түсіресіз, или оңға басасыз, жалпы келесі сурет шықса болды ғой. Осы. Сіз мына жаққа қарасаңызшы. Міне тұр ғой мынау. Келесі сурет мына жаққа шықса, осы. Сіз бір шейге қарап ойласаңызшы. Или осы жерден былай басып не істей беріңіз, астыға кете беріңіз, полный ашылмаса. Үлкетпей қойыңыз, может? Үлкетпей қойыңыз. Астыға баса беріңіз. Слайд шығармай қойыңыз. Былай, осы жерден істей берейік. Escape басып көріңізші. Или жауып басынан не істеп көріңіз. Слайд қайтын ашып көрші. Басынан кіріп көрейік, может шешілетін шығар. Дублировать экран болып кеткен жоқ па? Показать дублировать деп қайсыз қарап көріңізші. Осы, жоқ, жабылған ғой екеуі. Жоқ, уже нормально. Все, тема. Енді осындай үлкен проблемалар бар ғой, мойындаймыз ғой бар екен, келсеңіз ба? Бұл проблемалар не үшін бар? Қалай ойлайсыздар? Тағы? Жалпы өмірде проблемалар не үшін керек? Былай айтайық, проблемалар оларды шешу үшін керек. Оларды мақсат, оларды арман етіп, сол мәселелерді шешу үшін өзіңді не істеу? Дұрыста өзіңді әрекет баста өзіңде. Дұрыс па? Ол проблема болмаса біз істемейміз ғой. Проблема сол үшін бізде бар. Ал енді біз не істейміз сол маңызда? Үлкен арман керек бізге қазір. Өйткені проблема өте үлкен. Оны шешуіміз керек. Келесі слайд. Екінші сұрақ, қазіргі уақытта мектеп бітірген балалардың өмірінде қажет қандай қабілеттер дамымай қалған? Қалай ойлайсыздар? Керек, бірақ дамымай қалды. Ұстаз үйрету керек еді, бірақ үйретпеді. Логика, проблеманы шешу, тайм менеджмент. Келесі слайд. Қараңыздар. Қаржылай сауаттылық, дұрыс па? Үйрету керекпіз. Тайм менеджмент, уақытында келу, уақытында кету, уақытында ұйықтау, уақытында тамақ жеу, дұрыс тамақ жеу, ашығу, рухани даму, жан-жақты даму, кітап оқу, денсаулығына қарау, дұрыс қарым-қатынас құру, дұрыс жар таңдау, дұрыс отбасы құру, дұрыс ата-ана болу, осындай қабілеттер үйретуіміз керек, ұстаз болып. Қаншалықты біз бұны үйретіп жатырмыз? Соны ойланып көрейік. Келесі слайд. Келесі сұрақ, сіздің ойыңызша балалар мектепте өмірінде керек болатын қабілет және білімді алып жатыр ма? Жаңында ең басында сөйлестік, қаншалықты алып жатыр, ол әр ұстаз өзі ойлансын.
Кейбір кезде ұстазым бұл тақырыпты бізге неге үйретіп жатсыз? Бұл вообще өмірімізде керек болмайды, мен медик болмаймын, бұл неғып үйретіп жатсыз деп балалар сұрайды. Кейбір кезде өзіміз қиналып қаламыз ба? Мойындаймыз ба ондай қиын моменттер бар, жауап бере алмаймыз. Именно осындай қиналған кезде адам өзгереді екен. Неге мен жауап бере алмай жатырмын деп ойлануымыз керек. Может, именно андай батыр балалар айтады да бұны. Қорықпай, апай, ағай, керек емес қой, неғып үйретіп жатсыз деп. Сол кезде біз ойлануымыз керек. Значит, мен бір нәрсені өзгертуім керек. Келесі слайд. Ал сіз өзіңіз ең басында сөйлестік қой. Қаншалықты қолданып жатсыз 11 жыл бойы оқығаныңызды. Егер көп қолданбай жатсаңыз, неге біз оны балаларға оқытып жатырмыз? Өзіміз көрдік қой, өзіміздің 11 жылымыз кетті. Хотя балалардың 11 жылы ысырап болмасын. Шынымен өміріне керек не болса, соны үйретпейміз ба? Келесі слайд. Эйнштейн деген кісі, танисыздар ғой? Жалпы танымал адам. Былай айтқан, білім беру, education, ол не ол? Бала жағы сабақ, жағы жалпы мектеп біткеннен кейін балада не қалса, соның аты education дейді. Соның аты білім беру саласы деп айтады. Бала қазір не оқып жатыр емес, не қалады ода. Келесі. Сол үшін біз қайтып келеміз өзімізге. Әлемді өзгерту үшін өзінен бастау керек. Жалпы мен өзім ұстаз не үшін болдым? Және қазіргі мен оқытып жатқан теория бар, факт бар, формула бар. Шынымен балалар керек па? Келесі слайд. Біз беріп жатқан көбінесе теория ғой. Біздің сабағымызда теория, формула, факт ол бір мақсат па? Немесе құрал ма? Осыған қарап көрейік, ойланып көрейік. Егер мақсат болса, онда оны көбірек құрал ретінде қолданып, оның ар жағында жатқан мағыналы сабақтар, өмірде керек болатын қабілеттер үйрету керек. Теория мақсат болмау керек. Ол құрал. Келесі. Жалпы бәріміз өзімізді ұстаз деп айтамыз, дұрыс па? Мұғалім мен ұстаздың айырмашылығын білеміз бе біз? Кім айта алады? Ұстаз деген мынау, мұғалім деген мынау. Сіз ұстазсыз ба, мұғалімсіз ба? Сіз мұғалімсіз, Сіз ше апай? Мұғалім, Ұстаз бар ма мына? Жоқ па ұстаз? Ұстаз, Рахмет, қазір сабақтың соңына көрейік айырмашылығын. Келесі. Бәріміз құндылық деп айта береміз, Осы миыңыз ашып кеткен шығар. Жалпы құндылық деген не ол? Бір сөзбен, екі сөзбен айта аласыздар ма? Құндылық деген мынау. Адалдық, достық. Керемет. Ол құнды деген сөзден шығады, дұрыс па? Бір нәрсе пайдалы ма, құнды ма? Бүгін бала оны естігеннен кейін, сабақтан кейін өмірі өзгере ме жақсы жаққа? Ол құндылық. Жақсы ма? Кеттік ары қарай. Келесі слайд. Енді оны қалай енгіземіз? Біздің мұғалімдер қиналады. Особенно жас мамандар. Ол не ол? Оны қалай енгіземіз? Қайдан шықты деген сұрақта келеді. Мен былай айтайын. Құндылықты сабақтың басында, ортасында, соңында беруге болады. Конечно, басында соңында берген жақсырақ, өйткені басында соңында берілген зат есте көбірек қалады екен. Оны бір сөз, бір сұрақ, бір видео, бір сөйлем ретінде айтуға болады. 40 минуттың ішіне бір-ақ сөйлем берсеңіз, ол құндылық деген сөз. Оны қалай беруге болады? Екі жолы бар. Бөліп, екіншісі кіріктіріп. Бізде кейбір ұстаздар былай істейтін. Құрметті оқушылар, бүгін осы ай құрмет айы. Бәрімізді құрметтейік, анаңды құрметте, аспазшыны құрметте, мынаны құрметте деп, ал енді тақырыбымызға көшейік дейді. Бұл бөліп беру. Ол да жақсы, бастапқы үшін. Одан да мықтырақ екінші деңгей бар, оны кіріктіру. Әрбір біздің пәніміздің тақырыбына сәйкестендіріп, кіріктіріп беру. Мысалы, мынау суретте, мынау түлкі өзін камера түсіріп жатқан біле ме, білмей ме? Сөйтіп та, табиғи түрде балаларды байқатпай, балалар қараңдар, мен сендерге қазір мынау құндылықты енгізіп жатырмын деген керек емес та. Құндылық деген сөзді ұмытыңыздар. Құндылық енді қайда? Бір бала ұстазына айтады, ағай дейді, ата-анасына айтады. Вот біздің ұстаз түк бізге құндылық үйретпейді дейді. Не істеймін? Балам, сен ұстазыңды тыңдамай қой дейді. Сен өз пәніңді тыңда дейді. Әрбір пән өз тілінде құндылықты енгізеді, құндылықты береді, құндылыққа толы. Егер қайда мен білмеймін десек, мәселе бізде болып тұр. Әрбір пән өз кейпімен бізге айтып жатыр. Қарасайшы деген сияқты. Келесі. Кеттік енді мысалдар берейін.
жақсылап түсіндіру үшін бірінші мысал, мынау H, мынау O. Олар не ол? Әрқайсысы? Ол газ ба? Газ, иә? Химия сабағы бойынша екеуі де газ. Екі газ қосқан кезде не шығады? Балалар, қараңдар. Екі газ, біріккен кезде су береді. Біз бірігіп жұмыс істесек, үлкен істерді атқарамыз. Бірлік құндылығы. Екіншісі, алмаз деген не ол негізі? Ол көмір. Тура сол көмір ғой. Бірақ қандай көмір? Қысымнан өткен көмір. Көп жұмыстан өткен, қиналған көмір алмаз болады. Демек, қиналсаңдар, көп оқысаңдар, болашақта алмаз боласыңдар. Адам қашан дамиды? Қиналған кезде. Келесі. Физика. Мынау бір зат апарып жатыр ғой. Бір зат тұрған кезде оны итеру қиын ба, немесе жылжып жатқан затты ары қарай итерген оңай ма? Бір нәрсе қозғалып жатса, итакта оны ары қарай қозғалту оңай да. Бұл күшті қалай айтады? Үйкеліс күші дейді, friction force деп айтады. Жалпы сен бір нәрсені бастан келіп жатқан кезде көп ойланасың да. Сен ойланба, сен баста. Бастағаннан кейін уже ең бірінші қадам қиын ғой, ары қарай уже оңай болады. Деген кішкене қос жеріңізді бір сөйлемді. Құндылық бердіңіз. Құндылық көп айтудың қажеті жоқ. Бір сөз, бір сөйлем, уақытында кіріктіріп. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Жарық деген, қараңғы деген нәрсе бар ма? Жалпы қараңғы деген нәрсе бар ма бұл өмірде? Қалай ойлайсыздар? Қараңғы деген не ол? Жарықтың аздығы немесе жоқтығы, дұрыс па? Суық деген нәрсе бар ма өмірімізде? Жылудың жоқтығы, аздығы, жетіспеушілігі. Жаманшылық деген нәрсе бар ма балалар бұл өмірде? Жоқ. Ол не ол? Жақсылықтың біздің адамның жүрегінде жетіспеу, аздығы. Деп мысалы уақытында келген кезде айтып үлгерсеңіз мықты болады. Келесі. Мына суретке қарап не ойлайсыздар, математиктар? Қандай құндылық беруге болады? Мен былай көріп жатырмын. Бізде қанша күн бар бір жылда? 565. Біз күнде кішкентай бір қадам жасақ, үлкен емес, кішкентай бір жақсы нәрсеге қадам жасақ, не болады? 365 күнде оның эффекті пайызы 40 есе өседі. Күнде кішкене. Екіншісі, тура солай, күнде біз не істесек, жаман бір нәрсеге қадам істейтін болсақ, бір жылдан кейін ол 30 есе не істейді? Азаяды. То есть математиканың өзі айтып жатыр да, қараңдар. Күнде, аз болса да күнде жасаңдар деген құндылық. Келесі. Тағы да келесі. География. Топырақ түсіндіріп отырсыз. Не айтуға болады? Балалар, топырақ кір, бәрін басады, бәрі түкіреді, бірақ одан не шығады? Гүл шығады. Бұл әлемде топырақтан басқа еш нәрсе гүл шығарамайтын екен, зерттеу бойынша. Демек, осындай топырақ түсіндіріп кезде бір сөйлем айтып үлгеруге болады. Балалар, топырақ сияқты болыңдар, гүл шығарыңдар. Кім не істесе де, басса да, түкірсе де, сендер отып істемейді, сендер гүл шығарыңдар деген айтып үлгеруге болады. Келесі. Менің ең жақсы көретін Сергей ағай берген мысал, естіген шығарсыздар. Сіздер балалар болыңыздар, мен ұстазбын. Балалар үйге келген кезде әкелерің шаршап келіп тұрса, не істейсіңдер? Күйеуіңіз шай бересіз, дұрыс па? Сосын шай ішкеннен кейін не болады әкеңіз? Рахаттанады, терлейді. Терлегеннен кейін не болады? Не үшін басылады? Шай ішкеннен кейін, адам терлегеннен кейін, терлеу процесінде керек емес артық токсиндер не істейді? Сыртқа шығады. Немен шығады? Сумен шығады. Дұрыс па? Ал балалар, бұл процесс тек қана сендердің әкелеріңде жүрмейді екен. Бұл өсімдіктерде жүреді екен. Оның аты транспирация. Көрдіңіздер ме, қандай қиын транспирация деген ботаника ұғымды әкеліп үйге, әкеге құрмет, әкеге шай беру деген құндылықпен байланыстырып жіберді. Ертең емтихан болатын кезде бала бұны ұмытпайды, есіне түседі. Бұл былай түсіндірген ассоциация, өмірмен байланыстыру, әкемен, шаймен байланыстыру кезінде бала процесті жақсы түсінеді. Ертең транспирация деген кезде әке, шай, үй, бүкіл құндылықтар есіне түседі. Бұдан басқа мысал керек емес сияқты. Келесі, жалпы биологияда көбірек
оқушыларға не үйретсек, адам өмірін құтқару, қақалып қалса не істеу керек, иә, қалай қысым өлшеу керек, болмайтын терминдер үйрете бергенше, может шынымен ертең біреу қақалып қалған кезде, біреу әжесін қысын өлшеу керек кезде не істеу керек, қалай істеу керек, соны көрсетсек пайдасы көбірек болады сияқты деп ойлаймын. Келесі. Енді құндылық қалай енгіземіз? Құндылық енгізу үшін не істеу керек деп сұрайды да. Мен өзімше шығардым, басқа да заттар бар шығар. Біріншісі сену керек. Бұл маған керек. Бұл балаға керек, мен бұны істеймін. Екіншісі пәндік білім жақсы болу керек. Пәндік білім жақсарту керек. Өйткені пәндік білім арқылы біз құндылық береміз. Үшіншісі жан-жақты даму керек. Көп кітап оқу керек, рухани даму керек, жаңағы өзіміз үлгі болу керекпіз. Ерте тұрып, жаңағы дұрыс тамақтанып деген сияқты. Бізге қараған кезде бала айтады, құндылық жүрген құндылық деп ойлау керек та бізді. Біз сөйлемесек те көру керек та, мистер құндылық деген сияқты. Олардың қызығушылығын жақсы білу керек. Олар не жақсы көреді? TikTok, Криштиану Роналду, Counter Strike. Солардың жақсы көретін тілінде, олар жақсы көретін заттарын айтып, сосын біздің керек биологиямызды беретін болсақ, сол кезде жақсы келеді екен. Келесі. Бір сөз айтып кетейін, маған қатты ұнады. Енді мен сол сөзден кейін өз баламмен күнде ойнауға тырысамын. Сен өз оқушың, өз балаң, кішкентай кезінде оған маңызды болған, оның жаңағы дүниесіне ойнап кірмесең, ертең ол өскен кезде сенің дүниеңе кіруін күтпе дейді. Тура сол оқушыларға арналған сөз. Қазір оқушыларға маңызды заттар қолданып, олардың тілінде сөйлемесек, неге олар біздің транспирация мен фотосинтез мен реакциямызды оқу керек? Неге олар үшін маңызды болу керек? Егер біз үшін олардың өмірі маңызды болмаса, кішкене не істеуіміз керек? Жан-жақты болуымыз керек. Кішкене балалар не қызығады, өздерінен сұрап, сол арқылы мысал берсек, вообще супер болады. Келесі? Жоқ, келесі емес осы. Жалпы енді айырмашылық айтып шығайық. Ең басты айырмашылықтар, мұғалімнен балалар қорқады. Ұстазды неседе сыйлайды, қорқпайды. Мұғалімнен баға сұрайды. Апай, 5 қойыңызшы, 4 қойыңызшы. Ұстаздан сұрауға ұялады. 4 па? 4. Мен өзім осыны алдым дейді. Мұғалім көбінесе фокус пәндік білім. Теорияны супер береді. Әдіс тәсіл миллион да. Бірақ ұстаздың фокусы құндылық. Оның да мықты сабағы бар ғой. Бірақ фокус әрқашан құндылықта болады. Қалай балаларға пайдалы білім берсем. Сабақтары қызық емес мұғалімнің. Көбінесе. Ұстазда өте қызық. Бала ұмытып кетеді. Звонок болған кезде шыққысы келмейді. Мұғалім, мектепте мұғалім, ұстаз бәр жерде ұстаз. Мектептен шыққаннан кейін де ұстаз. Мұғалім көбінесе сағат санына қарайды. Ұстаз 24-7 бала үшін керек болса, олимпиада, ЕНТ, тағы басқа нәрсе, кішкене көбірек уақытын бөле алады. Сабақтан кейін, апта соңы, жазда да, Мұғалім фокусы сертификаттық категорияда. Ұстазға ол керек па? Керек. Бірақ фокус ол емес. Фокус бала. Фокус адам шығару. Келесі. Енді сіздің өміріңізден әлі талай, Құдай қаласа, бала өтеді ғой, мыңдаған, 40 жыл, 30 жылда, миллиондаған бала өтеді. Ойласаңыз, әрбір сабағыңызда кішігірім бір құндылық берсек, бір сөйлем, бір сөз, ойласаңыз, қалай өмір өзгереді. Мүмкін бүкіл осы болатын проблемалардың шешілуіне біз үлесімізді қосамыз. Жай сыныпта отырып. Келесі. Сабақтың соңына келе жатып, осыны айтайын мен. Маңызды нәрсе нәтиже емес. Процесс. Тырысып жатырық, ниетіміз дұрыс, өзгеруге тырысып жатырық, сол маңызды. Келесі. Біз өзімізге қою керек сұрақ, қандай болу керек? Неге бұл балам адам болмады, неге бұл жаман бандит болып кетті емес. Мен әрбір балам үшін, оның жақсы жаққа өзгеру үшін, адам болу үшін не істедім деген сұрақ маңызды. Әрбір ұстаз өзіне сұрау керек осы сұрақты. Енді өзім жақсы көретін әңгімемен бітірейін. Білетін шығарсыздар. Бір күні бір ұстаз далада кетіп бара жатып құлап қалады екен. Сосын қасына бір оқушысы келеді да, апай, құламаңыз, тұрыңыз, ұстазым дейді да. Кешіңіздер. Наоборот. Бала құлап қалады. Ұстаз, балам тұрсайшы дейді да. Сол кезде бала айтады, үстін қағып, апай, ағай дейді, ұстазым дейді да. Мен құласам құлаймын ғой дейді да. Сіз құламаңыз дейді да. Бұл құламаңыз деген нәрсе не ол? Жай құлау емес. Келесі слайд. Бұл өзіңді дамыту деген сөз. Өзіңе уақыт арнау. Қалай мен жақсырақ мұғалім болған? Фильм қарау, кітап оқу, әдіс тәсіл іздену, сайт қарау, семинар, конференция, осы нәрсе құламаңыз деген сөз. Осы нәрселер болмаса, өзімізді дамытпасақ, құлаймыз.
құлағаннан кейін тұра алмай қаламыз да. Сол үшін ұстаздар құламаңыздар, сіздер құласаңыздар, сізге қарап жатқан бүкіл ата-ана, бала құлайды да. Қиын бола ма? Өте қиын болады. Құндылық енгізу. Не үшін керек? И так сабақ 40 минут үлгермей жатырмын да, қиын болады. Бірақ істеуге бола ма? Болады. Келесі слайд. Осы сөзбен бітіргім келеді өзімнің семинарымда. Сен жолға шық, жол сені апарады дейді. Просто ниет етейік, осы нәрсе жақсы екен, мен осымен айналсам, бүкіл өмірім бойынша қанша жыл ұстаз боламын, мен көбірек балаларға пайдалы құндылықтарды, білімді берем деп ниет етейік. Қарайсыз, уже өзіңіз уақыт келеді, әрбір сабағыңыз құндылықпен толады. Құндылықсыз сабақ өтті ма, уже бір түрлі болып тұрасыз да сол кезде. Сол сіздерді жақсы көреміз. Ұстаз деген өте жақсы мамандық, көп жақсы істеуге болады, көп сауап жинауға болады, егер біз осыған көбірек көңіл бөлсек. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сізге сәт.